Сызық бойымен қозғалыс. Движение по линии. Line movement. Роботтар пайда болғаннан бастап, олардың арасында әртүрлі жарыстар өткізіліп тұратынын білеміз. Мысалы, 4-ші сыныпта Кегель ринг жарысымен таныс болдық. Осындай роботтар жарысының тағы бір түрі сызық бойымен қозғалу болып табылады. Сызық бойымен қозғалатын робот құрастыру және оның программасын жазу үшін жарыс талабымен, жарыс тәртібімен танысып алайық. Жарысты өткізу тәртібі: біріншіден, жарысқа қатысатын робот берілген траектория бойынша басынан аяғына дейін жүріп өтуге қабілетті дербес болуы тиіс. Екіншіден, қашықтықты жүріп өтудің уақыты 2 минуттан аспауы керек. Үшіншіден, жарыс кезінде робот жолдың қара сызық бойымен қозғалып, аз уақыт ішінде ең көп ұпай жинауы керек. Жарыс алаңына қойылатын талаптар: біріншіден, роботтар қатысатын жарыс алаңының өлшемі 2/4 және 3/8 болуы қажет. Жарыс алаңының түсі ақшыл, ал жолды анықтайтын сызықтың түсі қою қара болуы қажет. Сызықтың ені 50 мм, қисық сызықтың ұзындығы 300 мм-ден кем болмауы керек. Төртіншіден, жарыс алаңындағы түрлі кезеңдерге сәйкес қашықтықты өткенде балл есептелетін тұстарға қызыл түспен белгілер қойылуы тиіс. Роботқа қойылатын талаптар: біріншіден, робот дербес болуы тиіс. Екіншіден, роботтың өлшемі 25 см-ден аспауы қажет. Үшіншіден, роботтың массасы 1 кг-нан аспауы керек. Осындай жарыстарға қатысқанда, робот жолдағы қара сызықты көру үшін түс датчигімен жабдықталатынын ескерейік. Есіңде болса, түс датчигімен де бастауыш сыныпта танысқан болатынсың. Түс датчигі дегеніміз түсті және жарықтылығын анықтайтын құрылғы болып табылады. Роботтың сызық бойымен қозғалысы: сызық бойымен қозғалыс жасауды ұйымдастыруды үйрену үшін Lego Mindstorms F3 роботын бір түсті датчикпен пайдаланып көрейік. Жетекші платформа ретінде құрылған роботқа түс датчигін суреттегідей етіп орналастырамыз. Бір түс датчигінің көмегімен жүретін F3 роботының қозғалысының қарапайым алгоритмін құрастырып көрейік. Практикалық жұмыс. Бірінші тапсырма: бір түс датчикті роботтың сызық бойымен қозғалу алгоритмі. Роботтың алдыңғы бөлігінің дәл ортасында түс датчигі орнатылады. Робот мынандай қозғалыс жасайды. Біріншіден, егер робот датчигімен қара сызыққа кірсе, онда ол бірінші моторымен бұрылып шығады. Екіншіден, егер де ол датчигімен қара сызықтан шығып кетіп, сызықты көрмей қалса, онда ол екінші мотормен сызыққа қайта бұрылыс жасап кіреді. Робот қара сызық бойымен иір сызық жасап қозғалады. Практикалық жұмыс. Осы алгоритм бойынша программа құрастыру төмендегідей орындалады. Бірінші, шексіз цикл ішінде қосып ажыратқыш орнатылады. Екіншіден, қосып ажыратқышта түс датчигін таңдаймыз. Үшіншіден, түс датчигінде қайтқан жарықты салыстыру режимін таңдаймыз.